Ассалаумағалейкум, қалайсыңдар достар? Бүгін біз осындай баннер жасаймыз. Яғни бұл баннерді мен ютубтан көрдім. Фигмада бір орыс тілінде жасайды. Неге мен ойладым, неге қазақ тілі аудиторияға неге үйретпеске дедім де. Давайте осындай баннер жасап үйренейік. Бұндай баннер жасап 5-10 мың, 20 мың ақша табуға болады. Даже одан да көп. Давай. Осыны қайталап үйренуге болады да жалпы. Жалпы кеттік. Бірінші фоннан басайық. Фонды қатты қара емес. Примерно мынандай цветке қойса болады. Көлікті қоямыз. И бұл көліктің контрастын сәл өзгертуге болады да. Осылай қала берсін. Жалпы енді нормально. Сәл яркісін көбейту керек сияқты ма? Осылай қала берсін. Енді біз мына фонды әдемі қылып келтіру керек. Жалпы фонды көптеген түрі бар жалпы қолданудың. Мен мысалы черный фон дейміз. Не бір фондар бар екен, соны алып қолданамыз. Бірақ Яндекс картинкадан анау авторский правасы бар картиналарды қолданбай қойған дұрыс. Осыны аламыз да. Қоямыз. Түсінбедім. Енді артық фонын не істейміз? Прозрачность көбейтеміз. Фон сәл темный қылу керек та осылай. И бұның эффект деген басамыздар. Layer blur деген басып, прозрачность осылай көбейтеміз. Мінекей енді сәні кіріп келе жатыр. Премиум класстағы көліктер деп жазамыз. Окей. Шрифтін белый қоямыз. Шрифтін Gilroy таңдаймыз. Бұны шрифтін кішірейтеміз. Мына жер тоже. Осылай қойып қоямыз. Жалпы кішігірім сәнін келтіру үшін біз осылай жұлдызды қойсақ болады. Қарап жасап жатырық қой. Осылай қойып қойсақ болады. Бұны пипетке алып, осының цветін асақ болады. Лайнер деген қойып аламыз да. Мінекей. Уже сәні кіріп келе жатыр. И мына жерде $200 в час дегенді жасаймыз.
Осы мына жерде квадратты аламыз. Осылай қоямыз. Alt кнопкасын тастап көшіріп, кішірейтеміз. И былайына жазамыз. 200 доллар в час. Үстіне жіберіп жібереміз. Цветін жаңадай көшіріп аламыз. Бұны бітсе болады. Лайнер деп. Өйткені машинаның тені түсіп тұрғандай. Сол жасауға болады. И бұны машиналардан жібереміз. Оны жіберместен бұрын мына жерде біз круг жасап аламыз. Бұны артқы фонын таңдап осылай жасап жіберсек болады. Бұны не үшін істеп жатқанын қазір түсінетін боласыз. И мына жерде pencil деймін, осыны алып осылай қолданса болады. Бұны ақ түске бояп аламыз. И бұны қалыңын сәл үлкейтіп, тоже прозрачный қыламыз. Осылай жасаймыз. Мінекей. Енді сәні кіріп жатыр. Мінекей. Енді бұны машинаның артына жіберу керек. Группировать етіп аламыз да. Мінекей. Машинаның артына кетті. Бұны үшін қайырайық. Осылай. Сәл үлкейтсек те болады. Цветін қараға бояп аламыз. И шрифтін сәл үлкейтсек болады. Мінекей, енді машинаның фары жанып тұрғандай қылып жасау керек. Әркім әртүрлі жолдармен жасайды. Осындай түрмен жасаған ұнатам өзім. Өшіріп тұрайын пока. Белый цвет таңдап аламыз. И бұны тоже градиент жасаймыз.
как будто осылай жанып тұрғандай. И бұны алып эффектсіз қосамыз. Окей. Эффект. Қызық эффект пайда болып отыр. Қолдансақ болады. Опа, вот так. Енді бұны сәл прозрачность азайтамыз. Осылай жасаймыз да, и мына жерге круг. Кругты осылай қолданса болады. Тоже белый цвет таңдап аламыз. Эффект қосамыз бұған. И осылай жаса болады. Вот енді сәні кіріп келе жатыр. Жалпы осылай қайталап үйреніп алдық. Өшіп түсе салайын. Мінекей. Жалпы осылай баннер жасап, үйреніп табыс таба берсеңіз болады. Егер сіздерге осы видео пайдалы болса, лайк басып, подписка жасап, комментарий жазыңыз. И және төменге Құдай қаласа TikTok, Instagram парақшаларым сілтемесін қойып қоямын. Сол жерге кіріп, подписаться етсеңіздер болады. Және осы жұмысты қайталасаңыздар, сториске мені белгілеуді ұмытып кетпеңіздер, Құдай қаласа. Сол жарайды, жақсы, осылай дизайнды үйрене беріңіздер. Бір жағынан мен де үйреніп жатырмын да.